қазақ дейтін елдің басшысын зыр сегізіп отырып алдына әкеп тізесін дірілдетіп отырып, сол АЭС салуға көндіріп отыр. Енді иттің итақайына керегі жоқ, сол АЭСті қазақ салмақшы. АЭС деп атом электр станциясын айтамыз. Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция. Мен мынау АЭСті салуға қарсымын. АЭСтің адамзатқа төндіретін қаупі бүкіл Еуропаң бас тартып жатыр, Жапоның бас тартып жатыр, міне. Күннен, желден алатын энергияға ауысып жатыр. Бұл АЭСтің жаңағы технологиясы әлі піспаған. Чернобыльдегі оқиған оны қара. Сәбетте Чернобыль тек аты шықпаған қанша жарылыс болды. Семейінде 554 атом. Тек 2 атом бомбы жарылған жаңағы Хиросима мен Нагасакидегі жапондардың осы күнге дейін жылайды. 2 рет. Мен айтам жапондарға, сендер 2 рет атом жарғанға жылайсыңдар. Бізде 554 мәрте жарылды ғой. Міне. Сондықтан айналайын қазағым, қара тұяғынан қал кеттенше, мынау сенің соңғы қызыл сызығың. Егер АЭСті салғызып қойып отырдың ба, болды, қош сау болды деңдер. АЭС десеңдер, мына тірі жүрген қазақ бәрің бір көрлік жеріңді алып, жаңа кебіндеріңді алып, дайындап, сол көрлеріңе туыс туғаның айтып, мына атом жарылса, мен осында көміңдер деп, жаңағы 7 метр ма 5 метр ақ маталарыңды алып дайындала беріңдер. Ал енді оның экономикалық сұмдығы анау. Не айтам енді қазағым мен саған? Әйтеуір бүкіл жер бетінде, бүкіл адамзатшылықта жоқ сұмдық сенде болып жатыр. Өзің өспеген бір сорлы бейшара қалсың, Алтынтаудың үстінде аш-жалаңаш отырсың, басыңның соры, маңдайыңның соры 5 баттам. Сорлы қазағым 70 жыл Қызылорыстың тепкісінде, 200 жыл Ағорыстың тепкісінде, міне 30 жыл жаңағы нұр фашизмнің тепкісінде отырсыңдар. Бір серпіліп, бір сергейін деген ойың жоқ. Жаңа 30 жыл бойы мақтанумен өттің, аңыраған әнші күйшіңе табындың, әлі де табынып жүрсің ақын сақын. Ақыннан ұшпаққа шығатын болса, ақыннан төбесі көкке жетсе, біз осы жетер едік. Жер шарында ақынның ең көп, тығыздық ең жоғары біз. Мақтаншақтықтан дүниеде осы дамып кететін ел болса, жер шарында нөмір бірінші мақтаншақ ел біз. Бос сөз, құр сөз керек болса, біз. Тойшыл болса, ойбай, қазақтың ырыздығы той, оттаған сөз, қазақты құртқан сол той. Қазақты құртқан сол той. Осы міне америкалықтардың тойын көр. 20 адам, 30 адамдық той жасайды екен америкалық. Өзінің бір 15 адамын шақырып, кәдімгі біздің бастауыш сыныптың, 2-ші сыныптың қыздарының туған күні ондай болмайды. Мен достарым ана баладан туған күні шақырады ғой, ойбай, сұмдық. Мына америкалықтар 15-20 адаммен той жасай салады екен. 15-20 адаммен той жасай салады. Бұтына кигені женси шалбар. Содан сол америкалықтар құрып қалған жоқ қой, әлемнің бірінші алпауыт елі болып тұр. Ал той мой деп жүр сорлы қазақ. Енді не істеймін? Соған енді заланғанда күйгенді айтып отырмын ғой. Заланып, күйген айтып отырмын. Енді есіңді жимасаң, енді мынау сұмырай қарақшыларға, мына қазаққа апат сұмдықтан басқа бір жақсылығы болмайды. Мына сұмырайларға енді сен қарсы тұра алмасаң, енді не істейсің? Ол дүниеде ана көрдің астында жатып, кебініңді сүйретіп, ол жақта қарсы тұрсаң да, тұрмасаң да бір тиын ғой. Ол жақта бүкіл еркін, Құдайдың еркін өтеді. Бітті, істесең осы дүниеде істеп қалдың. Құдайға тапсырдық деме. Құдай сені бұл дүниеде саған берді. Болды, бітті. Бұл дүниеде Құдай саған килікпейді. Саған 100% мүмкіндікті беріп қойды. Мына жер шарында, планетада не істейсің? Жер шарын 7 рет тасталған қылып атып тастайсың ба, тозаң қылып жүрасың ба, еркіндік беріп қойды. Бұл дүниеде тек амал бар, сұрақ жоқ. Ол дүниеде сұрақтың бәрі. О жерде амал қыла алмайсың. Істеп қалсаң осы жерді істеп қал, істемесең болды. Енді не айтам? 19 миллион қазақсың. Басқа кірме бұратанаңмен қосқанда. Жер шарында Қытай тұр 1,5-2 миллиард. Үнді тұр 1,5-2 миллиард. Халықтар тұр, Испаның тұр 200 миллион, Арабың тұр 200 миллион, Филиппінің тұр 103 миллион, Индонезияң тұр 101 миллион, Немсің 80 миллион, Түрігің 80 миллион, Французың 1 миллион. Сол миллиардтармен 100 миллиондаған халықта жоқ қылмыс пен сұмдықтың бәрі біздің қазақтан шығады. Сонда біз өзі бір сұмырай халықпыз ба өзі? Елдерге мына шетелде жүргенде қазақпын деп айтқаннан ұяласың да? Бүкіл дүние жүзіне белгілі. Педофилдіктен қазақ бірінші. Сонда бұл неге бұл қазақтың бәрі неғып кемелатқа толмаған ұл мен қызды зорлағыш? Неге? Ана миллиард Қытай мен миллиард үндісте жоқ, 100 миллион, 200 миллион басқа халықта жоқ. Неге сол педофилдіктен дүние бойынша бірінші? Бұл шайтан оқып жатыр.
жүректеріңде иман болмағаннан кейін, азғаннан кейін, әнші мен ақынды жаңа Құдай көргеннен кейін, азғындар еретін ақындарға ергеннен кейін, қу сөзден басқа дым білмегеннен, жүрегіңде ақиқат болмағаннан кейін, өңкөй бәлеқор жалақорларға еркіндік беріп қарап тұрғаннан кейін, өзің ақиқатшыл болсаң да сол бәлеқор жалақормен күреспегеннен кейін, Құдай саған сордан басқа ештеңе бермейді ғой. Мысалы, мен амал жоқпын. Жаңа ғана жолдас жігітпен ауытпен сөйлесіп отырмын да, ауыт деймін да, біреудің сатқындығы туралы әңгіме айтып жатырмын да, біреудің сатқындығы туралы. Қайтесің енді деймін да енді. Мен амал жоқ қазақты сүйемін ғой, сен де амал жоқ сүйесің. Енді осындай сатқын 5 жыл жаңағы бір жерін сүртетін тазалық қағазға дейін апарып бердік қой жаңағы. Жейтін қойының етін, ойбай қойдың етінен шықтым десе, сиырдың етін, акарашка керек десе, тапан жеймін десе, тауықтың етін апарып, көмірін әперіп 5 жыл баққан адамдар сатып жатыр ғой бізді. Сол айтам, мен шарасыдан сүйемін қазақты деймін. Себебі Құдай мені қазақ қылып жаратты деймін. Мен қазақ болатын кезде сұрап алғам жоқ, маған таңдау еркін берген жоқ деймін. Мен қазақ болып қалдым, амал жоқ қазақты сүйемін дедім. Ит болса да, сатқын болса да, жаңағы сұмдық не бір жаңағы адамның ақылына сыймайтын болса да, қазақты сүйемін, амалым жоқ. Әкең алқаш болса да, әкеңді жақсы көресің ғой. Көшеде шошқамен бірге жатып қалса да, арақ ішіп, жаңағы шошқаның қасынан әкеңді көтеріп әкетесің. Амалың жоқ ол сенің әкең. Тура сол сияқты, амал жоқ қазақты жақсы көресің. Бірақ шексіз құдірет иесі Құдай үшін алғанда бүйтіп салыстырады ма? Бүйтіп қарайды. Себебі Құдай қазақ емес қой. Құдай қазақ емес. Мына күллі әлемнің жаратушысы жалғыз Құдай, ол қазақ емес қой. Құдайда ұлт жоқ. Сондықтан ол бұна біз шартсыз амалымыздың жоғынан қазақты сындасақ та жақсы көріп, сол қазақ үшін шырылдағанымызбенен Құдай қазақ емес. Біз қазақтың иттігінің бәрін кешіре аламыз. Сатқындығының бәрін кешіре аламыз. Жылап отырып, еңіреп отырып, тағы сол қазақ үшін жұмыс істейсің. Жаңағы баласы алқаш әкесі шошқамен бірге шошқа болып жатса да, әкеу деп жылайды. Неге? Әкесінің амалы жоқ. Ал енді бірақ Құдай қазақ емес. Ол енді қазаққа жазасын жібермей қайтеді. Міне біреу өзі аз халық, мына миллиард халықта шықпаған сұмдықты шығарады екен. Міне біреу аз халық онда, мына 100 миллиондап өскен халықта жоқ сұмдықты осы шығарады екен. Дүние бойынша педофилден бірінші, дүние бойынша кемалатқа толған және толмаған қыздарға жыныстық зорлық зомбылықтан бірінші, отбасы зорлығынан бірінші, өз-өзіне қол жұмсап өлуден, суицидтен бірінші. Не көрдің ба? Адам өлтіруден бірінші, қатынас шырғалағынан адам өлуден бірінші, нақақ сотталудан бірінші, түрмедегі зорлық зомбылықтан бірінші, парақорлықтан, бюрократиядан бірінші. Енді нең қалды қазақ, 19 миллион халық дүние жүзінде осының бәрінен біріншісің. Бір жамандықта да, жақсылықта да алды демес, арты демес, бір жуан ортасында жүріңдірш, тым жақсы болып шықпай-ақ қойыңдар. Алды 30 ел, 50 деген оттаған сөз болып, алдында шықпаңдарш, 30-ы да 50-де құрысын. Жамандықта да алдында шықпай, бір ортасында жүріңдірш, сорлы қазағым ол. Не айтам енді? Ояныңдарш, бастарын сілкіңдерш, тұқымдарын тұздай құрғал жатыр ғой. Аесті салғыздың құрудың болды. Аесті салдың құрудың енді. Оян қазақ, енді ойлан қазақ. Енді не айтамыз енді? Аман болайықшы енді. Жақсы, сау болыңдар. Мен де енді жуынып чайнап алып ұйықтайын енді.